Сәлеметсіздер ме? Наргиз, бүгін менімен бірге тәжірибе жасауға дайынсың ба? Олай болса, бұл нелер не деп ойлайсың? Бұл қолымен газды су, газдалған су. Бұлар газдалған сулар. Біз осы бүгін тәжірибемізде газды сусындардың адам ағзасына қандай зиян бар екенін білетін боламыз тәжірибе жасауға. Менімен бірге жасайсыңдар? Олай болса, сен мына қолыңды ала қой. Минерал суды алар. Енді қазір осы кола мен минералды суға шарды кигізетін боламыз басына. Шарды кигізетін қолдың басына. Былай ашамыз, қолын туғанын жақсы. Ендеше біз жайлап жайқаймыз. Қараш, шам істеді? Істеді шарпып. Қандай болды? Өрленді, иә солай ма? Шар өрленді. Ендеше біз бұл газды сусындарда газ өте көп болғандықтан шар өрленіп жатыр. Яғни газ бізге өте ағзамызға өте зиян екен газ сусындар. Енді келесі тәжірибеміз біздің қазір мен саған стаканға саған меленді сусын беріп Абынды өзің минералды суды алып, тұяғын стаканға қойып, жартын жабайын. Тұяғын кішкене. Енді Наргиз, бұл газды сусындаға ас содасын салып қоямыз. Сен бір қасық алады, ас содасы, бір қасықты саламыз. Салам. Толық аласың. Салам. Алғай. Не істеді? Минералды сусын не істеді? Көпіріп кетті, иә. Ал, мендегі минералды су көпірген жоқ. Қаш? Ендеше Наргиз, бұл минералды сусында нелер бар деп ойлайсың? Газ бар сосын бояғыш. Қандай түсі минералды сусын қараш? Қызғылт сары. Бұнда бояғыш заттармен газ бар екен. Яғни бұл суда, минералды сусында ион сутектері бар екен. Сондықтан ол көпірі жаңағы көпіршіктен көп шықты, иә? Енді қарайықшы міне. Бұнда ас содасы қалған ба? Астында қарайықшы. Бұнда ас содасы жағында қалған. Ас содасы ертілген, иә? Қалып қойған солай ма? Ас содасы алдында қарайық. Минералды суда. Бұнда да ас содасы ертілмегенін көрдіңіз бе? Ендеше Наргиз, бұл газды сусындарда, минералды сусынмен жаңағы газды сусында, минералды сусында газ өте көп болғандықтан және бояғыш зат болғандықтан бұл ас содасы ертілген жоқ. Бояғыш заттар адамның ағзасына өте зиян. Біз мына минералды сусын ішсек, біздің ағзамызға жаңа бояғыш заттар әсер етеді, иә? Солай ма? Жақсы. Ұнады ма? Қызықты болды ма? Келесі тәжірибеміз бізде ол үшін бізге бұл жерде міне бұл қолыға жұмыртқамен жасайтын боламыз. Қолының ішіне жұмыртқаны салып қойдық. Екінші таза суға жұмыртқаны салып қойдық. Енді қасықтың көмегімен алайықшы. Сен мына ақ судағы қолымен алады. Жұмыртқаның түсі қандай? Алшы алды. Қасықпен алып, қолымен ұста жұмыртқаны. Түсі қандай жұмыртқаны? Енді мен қоладағы жұмыртқаны алайын. Бұның түсі қандай болды? Қолған болды. Міне қараш, қол жаңағы жұмыртқа қолының түсіне сәйкес боялып қалды. Ендеше қорытындылай келе, Наргиз, қорытындылай келе, осы газды сусындарды ішуге болады ма? Болмайды. Не үшін ішуге болмайды? Біздің қоланы ішсек, ішіміз қандай болады? Ішіміз ауырады, дұрыс айтасыңдар. Ал біз мына қоланы ішсек, екіншіден біздің тісіміз не істейді? Қарайып кетеді және эмаль кетіп тісіміз бұтылады екен. Сондықтан балалар минералды газды сусындарды көп ішуге болмайды екен. Бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма? Жақсы, сау болыңыздар.